Саламатсыздар ма көрермендерім? Күн суығанда қуық қабынуы цистит мазалай ма? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен пайдалы видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Күн суыта үлкенді де, кейде тіпті кішінің де әурететін қуықтың қабынуын аса асқынбаған болса егерде, үй жағдайында емдеуге болады. Бірнеше рецептті сіздерге айтайын. Мүгжидек клюква. Цистит кезінде ағзаға оң әсер беретін пайдалы қышқылдардың қайнар көзі. Ол қабынуды азайтып, ағзаны улы заттардан тазалауға көмектеседі. Сусынды дайындау үшін 500 грамм мүгжидек, бал немесе қант қажет. Жидектерді блендермен езіп, дәкеге салып, шырынан сығып аласыз. Осы шырынды 2 литр қайнаған суға қосып, араластырасыз. Дәміне қарай бал, қант қосуға болады. Осындай тәсілмен жасалған сусынды күні бойы сусын орнына ішуге болады. Мүгжидек жеке қарсы көрсетілімі бар және несептас аурулары бар адамдарға қолдануға болмайды. Шайшөп, зверобой, ол ағзаны тазалауға көмектеседі және жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын жақсартады. Микробқа қарсы әсерінің арқасында циститпен күресте теңдессіз болып табылады. Шайшөп тұнбасын дайындау үшін 30 грамм ұнтақталған шайшөптің үстіне ыстық су құясыз. Мүмкіндігінше бұл дәріні термоста әзірлеген дұрыс. Тұнба 4-6 сағат көлемінде дайын болады. Оны 15 мл-ден күніне 3 мезгіл ішу керек. Шайшөпті тері аурулары, гастрит және асқазан жараларының асқынған кезінде ішуге болмайды. Емен қабығы. Еменнің қабығы қабынуға қарсы және антисептикалық әсерге ие. Оны циститтен емделу кезінде ішуге ұсынылады. Қайнатпаны дайындау үшін біраз қасық ұнтақталған қабықты 500 мл суға салып қайнату керек. Қайнай бастаған кезде отты бәсеңдетіп 15-20 минут баяу отта қайнату қажет. Осылайша дайындалған қайнатпаны күніне 3 мезгіл қабылдайды. Бауыры мен бүйрегінде ауыр патологиялық аурулары бар науқастарға емен қабығынан жасалған қайнатпаны ішуге болмайды. Аюқұлақ немесе талапнянка. Бұл дәрілік өсімдіктің жапырақтарының қайнатпасы бактерияға қарсы және дезинфекциялау әсеріне ие. Қайнатпаны дайындау үшін бір ас қасық ұнтақталған жапырақтарға 1 стақан ыстық су құясыз. Дайын болған қоспаны жарты сағат сыртынан қайнатасыз да, суытып, сүзіп аласыз. Қоспаны қайнаған сумен араластырып, күніне 1 стаканнан қабылдау қажет. Бүйрек ауруларының асқынған кезінде бұл дәрілік өсімдіктерді қолданбаған жөн. Кез келген емді қолданбас бұрын дәрігермен ақылдасқаныңыз дұрыс болады. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.